Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін мен сіздермен өзбек халқының ұлттық тағамы нағыз самарқандық палаудың оригинал рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Егер видеом ұнап жатса, міндетті түрде комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер, сізге және отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Олай болса бастайық. Бізге керегі ең әуелі тоң май. Менде алдына ерітіліп, банкаға құйылғанда мен 2 ас қасық алдым. Ол шамамен 50-60 грамм болады. Және одан кейін сұйық май, ет және палауға арналған дәмдеуіш. Сонымен қоса 700 граммдай қызыл сәбіз, 400 граммдай сары сәбіз. Сонымен қоса сарымсақ және 2 пияз. Егер пияздарыңыз үлкен болса, 1 пияза жетеді. Менде кішкентай болғандықтан мен 2 пияз қолдандым. Және сонымен қоса қалауларыңызға қарай ноқат, палауға арналған мүйіз және де зира қолдансаңыздар болады. Зираны менде 2 шай қасық қолдандым. Қалауларыңызға қарай көбейтсеңіздер де азайтсаңыздар да болады. Енді пиязымыз бен сәбізімізді турап аламыз. Пиязды қатты ұсақтаудың немесе қатты қалың етіп тураудың аса маңызы жоқ. Негізі бұл жерде пиязды қаншалықты көп қоссаңыздар, тағамдарыңыз өте дәмді шығады. Қалауларыңызға қарай тағы да пиязды көбірек қоссаңыздар да болады. 2 пиязымызды да турап шетке аламыз да келесі кезекте сәбізді тураймыз. Бұл жерде мен сары сәбізді де пайдаландым. Сары сәбіздің өзі де палауға өте ерекше дәм береді. Алайда сіздерде егер сары сәбіз болмаса, кәдімгі қызыл сәбіздің өзімен де дайындай берсеңіздер болады. Ол кезде де палау өте дәмді, өте әдемі болып шығады. Палауларымыздың барлығын, сәбіздеріміздің барлығын осылай ұзынша формада етіп тураймыз. Ескерте кетейін, сәбізді қатты жіңішке етіп тураудың қажеті жоқ, себебі ол кезде сәбізіміз езіліп кетеді. Орташа көлемде ұзынша етіп, барлығын біркелкі етіп тураңыздар, бірдей етіп. Ендігі кезекте қызып тұрған майымызға әуелі етімізді салып қуырып аламыз. Етті достар қатты қызартып қуырып жібермеңіздер, себебі ол кезде қатты болып қалады да, піскен кезде дұрыс піспей қатты болып тұратын болады. Осылай етті 2 бетін аударып, қуырып, кішкене суы тартылғаннан кейін оған біз пиязымызды саламыз. Пиязды да қатты қызартып қуырмаңыздар. Негізі пиязды сарғайтып, кішкене қызартыңқырап қуырсаңыздар, ол да пияз палаудың түсінің әдемі, сондай бір тәбетті ашатындай көрініске ие болуына көмектеседі. Алайда қатты қызартып қуырып жіберсеңіздер, достар, палаудан піскен кезде сондай кішкене күйген дәмі шығып тұрады. Осылай кішкене сарғайтып, алтын түске енгенше қуырамыз да, оның үстіне қайнаған ыстық суымызды құямыз. Дәл осы қалпында өте баяу отта шамамен 10-15 минут қайнатып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл палаудың ерекшелігі осы. Әдеттегі қарапайым палауларда етімізді, пиязымызды қуырып болғаннан кейін сәбізімізді қосып, сәбізді де жұмсарғанша қуыратын едік. Ал бұл палауда керісінше сәбізді мүлдем қуырмаймыз. Осылай етіміз бен пиязды қуырып болғаннан кейін су құйып, шамалы 10-15 минут көлемінде қайнатып аламыз да, оның үстіне сәбізді қосып, сәбіз осылай араластырып, көріп тұрғандарыңыздай, бұның үстіне тағы да су құйып, қайнататын боламыз. Бұл жерде де суымыздың ыстық әрі қайнаған болуы маңызды. Осылай сәбізді толық жауып тұратындай етіп көз мөлшермен құйдым. Бұл шамамен 1 литрдей болды. Енді осы жерде татымына қарай, қалауыңызға қарай
ноқатыңызды, дәмдеуішіңізді, мейізіңізді қоссаңыздар да болады. Және де осы жерде татымына қарай тұз қосасыздар. Менде ет тұздалған, сондықтан да мен бұл жерде тұз қосқан жоқпын. Алдағы уақытта күрішке бөлек тұз салатын боламыз. Сол кезде ғана мен тұз салдым, ал бұл жерде мен тұз қосқан жоқпын. Сіздер міндетті түрде қалауларыңызша татымына қарай тұз қосыңыздар. Енді осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Сарымсағымызды салып, сарымсақтың түпкі жағын, тамыры бар жерін кесіп алып тастаңыздар кішкене. Осылай өте баяу отта 30-35 минут қайнап дайын болған тағамымыздан сарымсақты осылай бөлек алып, енді күрішті салатын боламыз. Күріш менде шамамен 700-750 грамдай. Бұл дегеніміз бір кесе күріш. Айта кетейін, бұл кешкі ас шамамен 4-5 адамға арналған. Егер сіздерде отбасыларыңыз үлкен отбасы болатын болса, онда қажетті азық-түліктерді көбейтіңіздер. Енді күрішті көріп тұрғандарыңызда сәбізбен араластырмаймыз. Осылай тек өзін ғана араластырып, бұның орнына бұның үстіне ыстық суымызды құямыз. Су міндетті түрде ыстық болуы маңызды. Суымызды құйып, тағы да күріштің өзін араластыратын боламыз. Абай болыңыздар, күрішіміз сәбізбен немесе етпен араласып кетпесін. Тек өзімен күрішті тек өзін ғана осылай араластырып, бетін тегістеп, жақсылап, және одан кейін қақпағын жауып, шамамен 10-15 минут көлемінде қайнатамыз. Өте баяу отта қайнатыңыздар. 10-15 минут өткеннен кейін қақпағымызды ашып, тағы да осылай күріштің тек өзін ғана араластырамыз. Менде кішкене сәбіз қосылып кетті, ол ештеңе етпейді. Бірақ толық барлығын бірден араластырып жібермеңіздер. Бұл палаудың тағы бір ерекшелігі осы. Басқа палауларда суын құйып, қақпағын жапқаннан кейін толық піскенше мүлдем қақпағын ашпайды, палау өз буына піседі. Ал бұл палауда керісінше жиі осылай қақпағын ашып, 2 немесе 3 рет, кейде тіпті 4 ретке дейін өте үлкен отбасыға, қонаққа немесе тойда дайындаған кезде қақпағын 4 рет, 5 ретке дейін осылай ашып, күріштің арасын жиі осылай араластырып, осылай пісіреді. Олай пісірудің себебі, достар, күрішке толық су тиіп, әрқайсы жеке дана болып пісу үшін осылайда жиі араластырып тұруы керек екен. Дайындап көріңіздер, достар. Өте ерекше, өте дәмді. Менің өзім бірінші рет дайындадым. Бір дайындағаннан шығады екен. Өте дәмі керемет болады, достар. Отбасыма өте қатты ұнады. Алдағы уақытта палауды ылғи осылай дайындайтын боламын. Сіздерді дайындап, отбасыңызды, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Осымен біз 3-ші рет қақпақты ашып жатырмыз. Тағы да күрішімізді осылай жақсылап араластырамыз. Жеке барлық жерін толық араластырып, енді осылай арасын қасығымызбен кішкене тесіп, үлкен тарелкамызды жауып, енді толық піскенше тағы да 10-15 минут көлемінде өте баяу отта пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің палауымыз пісті. Енді етін бөлек алып, толығымен араластырамыз. Мүлдем жабысқан жоқ, езілген жоқ, тіпті сенесіздер ме, қазанның астына да жабысқан жоқ. Менде бұған дейін дайындаған палауларда палаудың түбі ылғи жабысып қалатын, ал бұл жолы мүлдем жабысқан жоқ. Өте дәмді, өте ерекше болып шықты. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, комментарий бөлімінде пікір білдіріп отырыңыздар. Және де
каналға жазылғанда қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің шыққан видеом бірінші болып сізге көрінетін болады.